Математика бірінші сынып 13-ші сабақ. Бүгін 6 деген санмен танысамыз. Суретке қара, заттарды сана деп. Суретке мұқият қарайық балалар. Тақтаға қарайықшы, тақтадағы заттарды санайық. Ең бірінші үшбұрыштарға қарайық. Неше үшбұрыш тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 үшбұрыш тұр. 6 үшбұрыштың астында 4 бұрыштар тұр. Оны да санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді сол 4 бұрыштардың астында 6 бұрыш тұр. Одан неше екен? Оны да санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен. 6 бұрыш бар. Енді мұғалім тұрған партаның үстіне қарайықшы. Мұнда шар көріп тұрмыз, Оларды да санайықшы, нешеу? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 екен, Содан кейін оның жанында мынау 3 пирамида пішіндес фигура тұр. Оны да санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен, 6. Суретте қанша құш көріп тұрмыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 оқушы бар екен. Енді осыларды бір-бірімен салыстырайық. Алдымен үшбұрышты санайық. Ақ үшбұрышта нешеу? 1, 2, 2. Одан кейін жанында тұрған ашық қызыл үшбұрышта нешеу? 1, 2, 3, 4 екен. Демек 2 кем 4-тен. Немесе 4 артық 2-ден десек болады. Келесі 4 бұрыштарды салыстырайық. Сары 4 бұрышта нешеу? 1, 2, 3. Көк 4 бұрышта нешеу? 1, 2, 3. Демек салыстырғанда қалай болады? Олар тең болады. 3 тең 3. Келесі пирамидаларды салыстырайық. Жасыл пирамиданы неше көріп тұрмыз? 1, 2, 3, 4. Қызыл пирамидада нешеу? 2. Салыстырсақ 4 артық 2-ден. Келесі 6 бұрыштарды, қызыл 6 бұрышта неше көріп тұрмыз? 1, 2, 3, 4, 5 екен. Сары 6 бұрышта неше көріп тұрмыз? 1, 2 салыстыратын болсақ 6 артық 1-ден. Келесі шарларды салыстырайық. Күлгін шар нешеу? 1, 2, 3. Көк шар нешеу? 1, 2, 3. Салыстырсақ 2 тең. 3 тең 3-ке. Одан кейін партаны салыстырайық. Мұғалімге арналған партадан нешеу ұзын? 1. Тақта нешеу? 1. Екеуін салыстырғанда қалай болады? 2 тең болады. 1 тең 1-ге. Келесі екінші тапсырма 6 санының құрамын айт. 6 санның құрамы деген, яғни 2 сандарды бір-біріне қосқанда 6 шығу керек. Ендеше 6 санның құрамы 5 пен 1, 5 қосу 1. Және келесі 4 қосу 2. Одан кейін 3 қосу 3. Және 2 қосу 4. Және 1 қосу 5. Бұлардың барлығын мына суреттегі 6 бұрыштарға қарап айттық. Осы сандардың құрамын, 6 санның құрамын міндетті түрде есте сақтап алыңыздар. Келесі 3-ші тапсырма бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Бірінші 3 қосу. 3-ке қандай санды қоссақ 6 шығады? Суретке қарайықшы. 3 қызыл 6 бұрыштан 3 және көк 6 бұрыштан 3. Демек 3 қосу 3 тең 6-ға. Енді 6 азайту. Мына жерде біз 6 бұрыштан 6 көріп тұрмыз. Сол 6-дан 3 азайтса қанша қалады? 3 қалады. Демек 6 азайту 3 тең 3-ке. Келесі 6 бұрыштан қызылдан 4, көктен 2. Демек 4 қосу 2 тең 6. Және қандай санға 4-ті қосқанда 6 шығады? 2. 2 қосу 4 тең 6-ға. Енді керісінше шығарайық. 6 азайту 4 тең 2. Және 6 азайту 2 тең 4. Келесі суретке қарайық.
6 бұрыштан қызылдан 5-еу, көктен 1-еу көріп тұрмыз. Демек 5 қосу 1 тең 6-ға. Және қандай санға 5-ті қоссақ 6 шығады? 1 қосу 5 тең 6. Керісінше жазатын болсақ 6 азайту 5 тең 1-ге, немесе 6 азайту 1 тең 5-ге. Келесі 4-ші тапсырма есепті шығар. 6 қарындашты 3 стақанға бөліп салды. Егер стақандардың біреуінде 2 қарындаш болса, онда қалған 2 стақанға неше қарындаштан болу мүмкін?